Біздің үйде 6 бала өстік. Үйдің іші күндіз у-шу тіршілікке толы болатын. Қазан қайнайды, күлкі естіледі, біреу жыласа, біреу жұбатады. Сырт көзге бәрі орнында секілді. Ал түн түскенде үйдің қабырғасы да тың-тыңдайтын. Анам күндіз басқа еді, түнге қарай басқа адамға айналатын. Бұл өзгерісті бала болсақ та сезетінбіз. Ол үнсізденіп бізге көз салмай кететін. Айна алдында ұзақ тұратын. Шашын тарқатып қайта жинайтын. Киімін ауыстырып жүріп, бір сәтке терезеге қарап қалатын. Сосын есік ашылатын. Анам түнде далаға шығатын. Әкем емес. Анам бұл сөзді айту маған әлі күнге ауыр. Өйткені бала үшін ана кететін емес, қалатын адам ғой. Өгей әкем бар еді. Үйде болатын. Бірақ ол сол түндерде тірі адамнан гөрі көлеңкеге ұқсайтын. Жұмыс істемейтін. Анамның қайда бара жатқанын сұрамайтын. Бір ауыз сөз айтпайтын. Бәлкім ол да бәрін көріп біліп жүріп көрмегендей болған шығар. Үндемеді, ал үндемеген еркектің үйінде тәртіп емес, бей-берекет өседі екен. Біз анамыздың кеткенін терезеден қарап қалатынбыз. Артынан жүгірмедік. Себебі үйретпеді. Өгей әкем бар еді. Бар деймін, бірақ ол үйдің тірегі болған жоқ. Үйде жүрген көлеңке секілді еді. Таңертең орнынан тұрып, кешке қайта жатып қалатын. Қолы жұмыста, ойы тірлікте жүретін еркекке ұқсамайтын. Анам түнгі кеткенде ол ояу болатын. Кейде теріс қарап жатады. Кейде төбеге телміріп ұзақ қарап қалады. Бірақ бір ауыз сөз айтпайтын. Қайда барасың демейтін. Бұл не тірлік деп қабағын түймейтін. Еркектің үнсіздігі үйге салқындық әкеледі екен. Ұрыс болса да бір жөн. Ұрыс шекара. Ал үнсіздік шексіз дала. Сол далада бала тасады. Кейін ойлаймын, бәлкім ол анамды жақсы көрмеді. Бәлкім бізді асырап отырғанына риза болды да қалғанына көз жұмды. Қарнымыз тоқ еді ғой. Үйде ас бар, тәтті бар. Осы жетпей ме деп ойлаған шығар. Бірақ балаға тек ас жетпейді екен. Балаға тәртіп, шек, қорғау керек. Өгей әкем анамды тоқтатпады. Ал тоқтатылмаған тірлік тамыр жаяды. Түн сайын есік жабылғанда ол үнсіз қалды. Ал сол үнсіздіктің ішінде біз өсе бердік. Үндемей сұрамай көргенімізді қалыпты санап. Кейде өзімнен сұраймын, егер сол адам бір рет болса да үстелді жұдырығымен бір қойып жететтесе, егер бір рет болса да үйдің иесі екенін сездірсе, бәлкім біз басқа тағдырға бұрылар ма едік. Бірақ егер деген сөз өткенге жүрмейді айтпады. Түннің ішінде қалған балалардың үнсіздігі ең ауыр сұрақ екен. Әлі бөлім. Қарнымыз тоқ, көңіліміз аш, біз аш жүрген жоқпыз. Бұл рас. Үйде ас үзілмейтін. Қазан түбінде бірдеңе қайнап тұратын. Дастарханға тәтті көп қойылатын. Қыстың қақағанында да, жаздың аптабында да тәттінің иісі аңқып тұратын. Көрші балалар келсе, қызыға қарайтын. Біз сол кезде өзімізді бақытты сезінетінбіз. Бала кезде қарынның тоқтығы бақыт сияқты көрінеді екен. Ал көңілдің аш екенін бала аңғармайды. Өгей әкем жұмыс істемесе де, үйде жоқшылық сезілмейтін. Анам кейде дорба зат әкеліп тастайтын. Біз сұрамайтынбыз. Сұрауды үйретпеді. Қайдан алдың деген сөз бізде айтылмайтын. Мен ол ақшаның құнын кейін білдім. Өскенде ақша емес, бағасын. Кейде түн ортасында тәттінің дәмі таңдайымда қалып, бір түрлі күйге түсетінмін. Сол дәмнің артында бір салқындық бардай сезілетін. Бірақ оны тілмен айтып жеткізе алмайтынмын. Бала жүрек сезеді, бірақ ақылмен қорыталмайды. Бізге бәрі жақсы деп көрсетілді. Ал шын мәнінде бәрі жабық еді. Анам бізді тамақтан тарықтырмады. Бірақ бізді сұрақтан тарықтырды. Сұрақ қоюға болмайтын үйде шындық өспейді екен. Сол тәттілердің арасында мен бір нәрсені жоғалта бастадым. Нені ол кезде білмедім. Тек ішімде бір бос орын пайда болды. Біздің үйде сұрақ болмайтын. Сұрақ күмән ғой. Ал күмән тыныштықты бұзады. Сондықтан бізге тыныш болу үйретілді. Мен көп ойлайтын бала едім.
Бірақ ойымды ешкімге айтпайтынмын. Айтсам да, жауап болмайтынын ерте сездім. Анамның көзінде әрдайым асығыс бір нәрсе тұратын. Ол бізді тыңдауға емес, кетуге дайын жүретін. Кейде түнге қарай ішім тарылып кететін. Неден екенін білмеймін. Терезеге қарап отырып қалатынмын. Далада қараңғылық. Ал сол қараңғылықта анамның ізі қалғандай көрінетін. Неге деп сұрағым келетін. Бірақ неге деген сөзді айтатын ауыз табылмайтын. Өгей әкем үйде отырса да, үйдің ішінде жоқ еді. Оның үнсіздігі бізге үлгі болды. Біз де үнсіз болдық. Біз де көргенімізді көрмегендей болдық. Солай өстім. Сұрақсыз, шекарасыз бала анасына қарап өсет дейді ғой. Бұл рас. Мен анамның кеткенін көріп өстім. Оның қайтып келгенін де көріп өстім. Ештеңе болмағандай. Сол ештеңе болмағандай өмір сүру ең қауіпті сабақ екен. Мен үшін дұрыс пен бұрыстың арасы көмескі болды. Не айтуға болады, не айтуға болмайды білмедім. Не рұқсат, не тыйым сезбедім. Ішімде бір ғана нәрсе анық еді, назарға шөліркеу. Қызымды бергеннен кейін мен өмірімді ұмытуға тырыстым. Бірақ ұмыту оңай емес. Ішімде қалған бос орын, жүрегімдегі жара еш жерде тыныштық таппайтын. Сол кезде мен ішімдікке бел будым. Бұл әдет емес, бұл жараны уақытша өшіру әдісі. Бір сәттік ұмытылу. Тек сол сәттік тыныштық үшін. Сосын жігіттерге жақындадым. Құмарлық пен назары жетпеушілік мені әрбіреуге сүйреп апарды. Олармен бірге болу тек уақытша демалыс, бірақ демалыста әрдайым ауыр болды. Мен сол кезде шындықты түсінбегенмін, өткенді ұмытуға тырысқанда ол тек күшейе береді. Тізе бөлім. Қауіпті ойлармен шатасқан сезімдер сол күндер мен үшін қауіпті ойлармен және шатасқан сезімдермен өтіп жатты. Мен өзімді бақылаудан шығарып, жүрегімді әрбір жаңа жігіттің қолына беріп жүрдім. Бұл махаббат емес, тек ішкі жараны уақытша ұмытуға деген әрекет ет. Ішімдік, көңіл көтеру, жасырын құмарлық, бәрі тек уақытша демалыс, бірақ демалыста әрдайым ауыр болды. Жүрегім бос, көңілім аш, бойым шатасқан. Сол шатасқан бойыммен мен кейде өзіммен қорқатынмын. Қолымдағы еркектер, менің ойымша, мені тек елемейді, бірақ сол арқылы мен өзімді шындықтан алыстаттым. Мен өзіме өзім зиян келтіріп жүргенімді түсінгенде де тоқтай алмадым. Анамның жолын еліктеу мен үшін тек бір сабақ емес, жолсыздықтың, шатасудың символы болды. Сол себепті мен өзімді үнемі сыртқа шығарып, сырттағы еркектер арқылы ішкі бос орынды толтыруға тырыстым. Мен өзімді қайта таптым. Өткеннің жаралары, шатасқан сезімдер, уақытша құмарлық, бәрі мені бұза алмайтынын түсіндім. Сол жаралар мені бірей етті, менің күшім менің шындыққа бет бұруымда жатыр еді. Қызым мен үшін әрдайым басты нәрсе болды. Оны қолымнан берген сәт, жүрегіме түскен ауыр жара болды, бірақ мен сол арқылы өзімді тәрбиелеп, шындыққа бет бұруды үйрендім. Мен анамын. Және ана болу тек қамқорлық емес, жігер мен шынайылықтың символы. Өткенімді ұмытуға тырысқан әр әрекет мені жаңа өмірге апаратын сабақ болды. Мен ішімдік пен жігіттердің құмарлығын артқа тастадым. Мен өзімнің ішкі әлемімді, сезімдерімді түсіндім. Жараларымды мойындадым. Енді мен үшін әр таң жаңа бастама. Күннің әр сәулесі өмірдің тәттілігін сезу мүмкіндігі. Мен өзімді кешірдім, өткенімді қабылдадым, болашағыма үмітпен қарадым. Қиын күндер артта қалды. Мен қайта туылдым. Ішкі жараларымның орнына қуаныш, сенім және шынайы махаббат орнады. Болашақ мен үшін ашық, мен өзім үшін, қызым үшін және тек шынайы сезімдер үшін өмір сүретін болдым. Мен шындықты, өзімді және өмірді қабылдадым. Және бұл менің ең үлкен жеңісім еді, соңы.